Мен Жақан Наразыл Іле аудандық балалар кітапханасының тұрақты оқырманымын. Жасым 10-да. Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу-Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде озар аратылатын Фараб қаласында дүниеге келген. Фарабидің толық аты жөні Әбу-Насыр Мұхаммед ибн Ұзақ ибн Тархан әл-Фараби. Туған жері қазақтың ежелгі қаласы отырарды арабтар Барба Фараб деп атап кеткен. Әбу-Насыр әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу-Насыр атанған. Әбу-Насыр бала күннен ғылымға үйір болып өсті. Оның бақытына қарай сол заманда Бағдат қаласында әлемдегі аса бай кітапхана бар еді. Әл-Фараби 12-16 жас шамасында сол уақыттағы ғылым мен білімнің ордасы саналған Дамаск, Халеб, Каир, Шаш, Самарқанд, Бұхара, Рей, Хамадын қалаларында саяхаттап, үнемі білімін жетілдірумен болады. Сол қалаларды оқып, еңбек етті. Ғылыми еңбектерінің әйгілісі қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы жайлы трактат деп аталады. Әл-Фараби батыс пен шығысты байланыстырған алып тұлға. Әл-Фараби парсы, грек тілдерін үйренеді. Осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. Тарихи деректерге сүйенсек, Әл-Фараби 70-ге жуық тіл меңгерген. 80 жылдық ғұмырында логика, философия, математика, тіл білімі, жаратылыстану, медицина, метафизика, астрономия, музыка салаларында 150-ге жуық трактаттар жазып қалдырған. Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанып даңққа бөленгенін айтатын болсақ, Әл-Фараби жастайынан ақ ұлы Аристотельдің, Платонның, ерте дүниедегі Грецияның басқа да философтарының шығармаларымен түп нұсқасымен танысқан. Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан жоқ. A great philosopher, one of the largest in the history of the Islamic world. To the world after Aristotle in white was generally the title's second teacher. The West and the East with education which became the main idol. Abu-Nasr al-Farabi was born in 870 in the town of Otrar on the Kazakh land. Turki al-Farabi Abu-Nasr Muhammad Farabi ibn Muhammad ibn Tarhan, SLA full name. Turki al-Farabi at Turkish origin which means that the town of Farab, the name Muhammad Tarhan called his grandfather from his grandfather's name Slafyol. The child grew from Reich, library of the city of Otrar to now each other a lot of Muhammad, Midrashal literary letters, the Arab historian Al-Farabi, Ibn Khalikan, attention to language learning at Turkey and early age left about 70 from weeks. Do not know the language, Persian, Arab, Turkish language, especially Greek.